Еуропалық одақтың арнаулы өкілі Имон Гилмор мен Орталық Азия бойынша өкілі Терри Хакала президентпен кездесу кезінде саяси және сауда-экономикалық ынтымақтастық деңгейін жоғары бағалады. Олар Қасым-Жомарт Тоқаевтың Брюссельге алдағы сапары екі жақта байланыстарды дамытуда маңызды кезең болады деп санайды. Қазақстан бұл Еуропалық одақтың аймақтағы ең басты әріптестерінің бірі. Ал Еуропалық одақ Қазақстан үшін ол ең ірі сауда және инвестициялық әріптесі. Қазақстанның сауда айналымының 28% ол Еуропалық одақ мемлекеттеріне тиесілі. Және де осы 20 жылы Қазақстанға келген инвестициялардың 47% ол сол Еуропалық одақ мемлекеттерінің үлесінде. Яғни оның ішінде ең ірілері ол Нидерланды, Франция, Германия, Люксембург мемлекеттері. Ал егер негізі Еуропалық одақ пен Қазақстанның арасында қарым-қатынас кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық жөніндегі келісім аясында жүргізіледі.